my head. It's not your mark. Instead of a hide. Қанша айтамын мен саған қорқынышты видеолар көрме деп. Неге тыңдамайсың сен қыз мені? Ой, мам, оның не қатысы бар? Тікелей қатысы бар. Сондықтан сен түнде шошынып жүрсің. Мам, азами айқайлай бермеңіздерші. Той, мам, мен тарағымды кім алды? Неге мен заттарым өз орнында тұрмайды? Сен тарағыңды кім алады өзіңнен басқа? Тұрған шығар бөлмеңде. Кел тез шай ішеміз. Той қайда кетті? Мұнда екен ғар. Қарны ашып кетті ғой. Перекус жасамасам ше. Аликош, жейтін зат қалдырмапсың ғой? Неменеге қалайдың таша бересіңдер? Ойна тамақ дайындап жатырмын. Мақыл. Айтпақшы, ертең көрші Самат ағаларың үйленіп жатыр. Барлығымыз тойға дайындалып жатырық. О, тойға барамыз да? Сендерге не бар ол жақта? Тек қана үлкендер барады. Сендер Ермек ағаларың үйіне барасыңдар? Не? Ой, қойш, мам. Бармайым мен ол жаққа, мама-ау. Ой, қызым-ау. Сонда үйге жалғыз өзің тастап кетейін бе? Мама-ау, тойға бара берейінші. Қайда сарқат жинайын бой? Ой, жоқ. Бүткіл көшілермен бала шағасыз барамыз деп шештік қой. Той, жемейін болды, аппетитім қашып кетті. Ай, қайда барасың? Тамағыңды жесей? Мам, Камиге айтыңшы, телефон бермей жатыр. Сендерде бір таң атпай басталды ма таласу? Тастаңдар ғане телефонды. Мә телефон бір шұқылайық деп едік, жылап қалдың ғой. Құмашы, түнімен жатсың, орыс кино көріп. Үйті даусын жай қоймайсың, нар жақтан мені шошып жаттым. Қоя берші көрсін. Шай қойыңдаршы қане, шай шиік бар. Ой, мам, өмір сөзін сөйлесін жүрес, есіріп кеткен кішкентай деген сайын. Мам, Ау, қызым, көшеге шығып ойнап келейінші. осы сен ойынға тоймайды екесің. Жарайды барам. Айка! Ау! Ойнауға шығасың ба? Сұрансам жүрмей қояды, кеттік. Ерей дейм, ерей!
үйретіп жатырмыз ғой. Ойбай, не болды? Ойнауға шықтым ба? Қазір көрсетіп қалсақ қой. Конечно. Қойшы болды, кеттік ойнаймыз. Анын сүрте беріп краскасын кетіретін болдың ғой, Маржан, еркектен тілін алыспаш. Маржан емес, Маржан әпше де, әпше. Болды, Маржан. Әпше. Нұр, ресми айдайын. Кстати, сен мамаларына тойға баратын, а? Барлық көршілер барайын деп жатыр екен ғой. Қайрат, сен осы қашан нормально жұмыс істейсің? Қашан қарасаң ұйықтап отырасың ғой сен? Болды, уәке қайталанбайды енді. Сен анау жағаң дұрыстаса, немене анау жағаң? Сосын анау алтынды орын ауыстырдыңдар ма? Қайсы, қандай алтын? Мен сендерге айттым ғой, 2-3 айдан бері анау алтынды орнына қойыңдар. Алтын. Қайсы? Мен сендерге айттым ғой, мынау алтын белгілердің тақтасы бар. Тақтасы әлі қисық тұр, оның орын мектептің бетпейнесі болып тұратын кіреберіс жерге қойып қойыңдар деп айтқан едім ғой сендерге. Қойдық, барлығын қойдым ғой. Точно қойдыңдар ма? Сосын жұмысың дұрыс атқарған, киімге мән бер. Уақытылы келіп кет. Болды, боссың бар. Болды, бәке. Прикиньте, сол кезде есік жақтан қап-қара біле қарап тұрғандай болады ғой. Сосын көзімді қатты тас жұмып алдым да. Көзіңді жұмбай не керек деп барып сұрамадың ба? Үстіп айтқызбайсыңдар да ғой, ше. Түнгі кешіпті ғой. Үй жайымызға қатайық тез-тез. Кеттік. Мама, түнде примерно қаншаларда келіп қаласыздар? Енді той бітсе сразу қайтамыз ғой. Той примерно 12-бірлерде бітіп қалатын шығар, иә? Енді ұзақ жолды кесіп болмайды. Біз қанша уақыт боламыз Ермек ағаның үйінде? Айтпақшы, ана Ермек ағалардың үйіне әдемі таза киімдерін киіп барыңдар, жарайды ма? Сумкам қайда мен? Кір, отыр бар. Бізден басқасын бәрі жинап қапты ғой, Бәрі осында. Так, балалар, қарындарың аш емес па? Аш қой. Қарындарың аш емес болса, тоқ болса, аккуратно, тып-тыныш осы бөлмеде отырыңдар, хорошо? Ешқайда шықпаңдар. Телевизор қарап отырсаңдар болады. Сосын, мен сендерге няня емеспін. Қайта-қайта кеп сендердің тәртіптеріңді қарап жүретін, хорошо? Ана бөлмеде болам. Окей? Ешқайда шықпаңдар. Жақсы. Үстіп бір-біріміздің бетімізге қарап отыра береміз ба? Онда телевизор көрейік. Ермек ағай сол айтты емес пе? Не көреміз ал? Мультфильм көрейік онда. Кумашы. Мен не көреміз білем? Не көреміз? Ужастик көрейік та. Қойшы, мен қорқам. Неден қорқасын тапа-тау түсте? Көрейік, давайте. Давайте да жиналыңдар.
Қарындар қайсын қояйын. Давайте анау мектепте болған оқиғаны көреміз. Мама! Балауса, әр бастауған жоқ. Осындай заттарды көріп, потом өмірі қорқып жүресіңдер. Тыныш отырайықшы. Терезені жапшы. Папа, ұйықтай беріңіз. 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 Бұл нәрселер өтірік. Шын өмірде елес деген заттар болмайды. Біз мектепте бар ғой призрак. Мен өз көзіммен көргем. Өтірік айтпасай, көрген жоқсың ғой. Тұрып отыра берші. Бекжан өтірік жібересің, я? Ой, шын айтам. Қой, я? Доказательствоң бар ма? Я бар. Не бар ал? Мектепте елес бар. Сенбесіңдер, жүріңдер мектепке. Кумаше, бізге үйден шықпаңдар деді ғой. Тез барып келеміз ғой. Өз көзімізбен көріп қайтайық та. Чё там бери, барасың ба? Қоймайсыңдар, я. Если честно, маған бәрібір. Все равно тыңдамайсыңдар ғой мені. Кеттік онда. Тыныш, Ермек аға ұйықтап отыр. Сол үшін тыныш қана дала қашып шығып кетейік. Қазір 3-4-ке бөлініп тез арылайық. Я. Сосын арылап болғаннан кейін қайттан осы жерге жиналайық. Кеттік. Байып кететін уақыт келді. Енді маған мектептегі алтынды тауып алу керек болып тұр ғой. Қыздар, қорқып жатыр. Может, қайта саламыз, а? Той, балауса, қорқа бермеші. Бір нәрсе айтайын сендерге. Призрак ол теория бойынша дәлелденбеген. Қалай сонда? Қаншама адамдар өз көздерімен көрген ғой? Ол просто адамдар көп ойлағаннан галлюцинация болып кеткен. Ол не галлюцинация деген?
галлюляция емес, галлюцинация. Оны қарапайым тілмен айтқанда, короче, адамдарға көрінген сияқты болады. Ой, дым түсінбедім, бірақ сонда да қорқып жатырмын ше. Жүріңдерші тездетіп жүрейін. Кеттік. Нурик, неге асығып жатсың? Қоя тұршы. Сосын, вообще, Аликош сымбаттарға қарап жүру керек. Каз, бірдеме болып қалса, өз-өзден қорғай алмайды да ғой. Ой, не болды дейсің? Әлде призрак бар екенін сен тұрсыңдар ма? Жоқ, конечно. Короче, менде бір идея бар. Ой, тағы не бүлдірмекшісің? Бүлдіру емес. Короче, ақыры мектепте призрак жоқ екен, призрак. Біз болып қалғаннан қорқытайық та, чё там? Қызық болатын сияқты ғой. Қатты қорқыт жібер. Талып қалып жүрмесін? Жоқ, ештеңе де болмайды, кеттік. Кеттік айға. Әжептерін қорқынышты екен ғой. Күніге келіп, сабақ оқып жүрген жерің ғой. Шулай емес, қазір қашырып аласыңдар. Ересін қорқақ па не қашып кететін. Тамам, қызық жоқ. Тыныш деймін. Лучше өлең тыңдайыншы. Негізінде ұрылар есіктен емес терезеден кіреді ғой. Чо там, Аликош, бізді қорғауға дайынсың ба? Иә, қорқмаңдар. Қажа дегенмен еркекпін ғой. Ой, қайдам, еле шықса бізді тастап қашатын сияқтысың ғой. Жоқ, қумаш. Неге онда дірілдеп, терлеп кеткенсің? Жоқ, дірілгенім жоқ. Короче, менде бір ұсыныс бар. Негізі тыныштық керек. Басқа балдар келгенше осы жерде отыра береміз, ау? Солай жасаймыз ба? Сен же, Аликош, қалай қарайсың? Иә, сендердің қалғандарың болсын. Есілішті қорғай алам десең, жүре береміз. Онда отыра берейік. Мен бір жерінен жүруге шаршап тұрмын ше. Онда кеттік, айнаға барып отырайық. Жарайды. Прикиньте, бұрын осы мектепте жұмыс жасаған охранник ағайдың елесі осы жерде қалып кеткен екен. Сол елес мектепте түнде күзетіп жүреді екен. Шынымен айтып тұрсың ба? Менжу, болды, қойшы. Әлі көш өзі дірілдеп қалдырап отыр. Қойшы. Ой, қорқып жатқан жоқпын. Көрініп тұр ғой. Таңқанса қорқытайын деген ғой. Қыздар, анау не? Қойшы болды. Қыздар, шын айтам, ана қараңдаршы. Ой, Кана, ешкім жоқ қой. Призрак келді. Қайдан шығып жатыр осы? Кеттім мен. Не болып кетті өзі? Сынана мектепте призрак деген нәрсе бар ма не? Блин, нем бар еді түсіп. Еще кредитім бар ғой. Осы алтын деп. Нем бар еді. Короче, тығылып тұрған кезде камера бастайды. Бір дауыс шығып атқан сияқты. Чөтті бұл призрак сменге түскен сияқты ғой. Қумаш, қандай призрак? Призрак бар болса, бағаннан бері көрмей ма бізге? Ой, бәрін қоя бер, кеттік көріп келейік оданша. Я, кеттік, Нурик. Балауса деймін. Балауса!
Я... Точно көріп тұрсың ба? Я деймін, көріп тұрмын. Ұрай бермеші. Бекжан қайда кетіп қалды? Қыздар, оң қоя беріңдерші. Ана жақта айқайлаған достар шығып жатыр. Содан призрак пайда болып деп жүгіріп кетіп қалды. Бізге қарап жүретін болып жатыр еді ғой ол. Білмеймін ғой, ол да асығып жүр ғой, призрак көргісі келіп. Өй, ол да асықпайтын нәрсеге асығып. Даяна, не болды? Сұп-сұр болып кетіпсің ғой. Даяна, сен де Бекжанның артынан бармадың ба? Сен де қызығатын едің ғой ондай нәрселерге. Қыздар, мен қорқып жатырмын. Бұлай қорқамын деп ойламаған едім. Ойынымыздан от шықпай тұрғанда жайлап қайтамыз ба? Қайтқанда енді басқа балаларды тастап кетпейміз ғой. Может, олар да қайтып кеткен шығар. Онда қалғандарын іздеп тауып алайық. Сөйтеміз ба? Жоқ, онда отыра берейік осы жақта. Ұсталыңдар ма? Қайда айтқан бар Жаңа ғана дос шығып жатыр еді ғой. Не шум болып жатыр мына жақта, светтер жарқ-жұрқ етіп. Көріп қайту керек па не енді бұны? Бопты әкең айтып еді, бір көріп қайтасыңдаршы. Не шум болып жатыр мына жақта? Асия, Мерей, Даяна үшін отыр ғой. Бекжаншы? Бекжан қайда кетіп қалған? Бірнеге оқыған жоқ па? Қыздарына барып қайтайық та. Тоқта, қуасың ба сен? Біз қорқытамыз деп келістік қой. Мош қорқытпақ қоямыз. Так өздері де қорқып тұрған сияқты ғой. Қолмаш, напынан сөйлесіп тұр ғой, қорқыта берейік өзі. Кеттік, Айка. Даяна, тұрш, келетін кезде қорқпайтын болып жатыр едің ғой. Қойшы, бармаймен дәші. Бісміллә, бісміллә. Бісмілладан басқа сүре ма, білмейсің ба өзі? Бұндай боларын білгенде жаттап келетін едім ғой мен. Қорқатын болсаңдар, неге келдіңдер? Мен де уақытымды құртып. Мен жаман қорқып кеттім ше. Призрак шынымен де бар сияқты ғой, Жәния, қай жақтан келді? Көрдің ба сен? Білмеймін, жоқ жерден пайда болды ғой. Сен айтқан охранниктің елесі емес пе? Біреу келе жатыр. Охранник аға келе жатыр. Тығылдар. Даяна, тұрасың ба, жоқ па? Қайта салайық шартқа. Ең бірінші Бекжан тауып алайық та? Жоқ, қайтайық шеге. Отырса отыра берсінші, осы жерде өзіміз-ақ жүре берейік. Жоқ, тастамаңдаршы мені. Мен қорқам. Ең Бекжан, жалғыз өзін қалай тастап кетеміз? Жоқ, бармайын мен. Асия, отырса отыра берсін. Кеттік. Жоқ, қыздар, тастамаңдаршы мені. Тұрыңдаршы. Жоқ, шын айтам, байғар өт кетті.
Я шынымен қап-қара. Онда маған яқ көрінбеді. Сен енді артқа қарап отырдың ғой. Жарайды онда. Менде бір идея бар. Қандай? Короче, біз Елесті суретке түсіреміз. Қалай сонда? Қазір көресің, жүріңдер. Йо-май, не болып кетті? Не істесем болады? Осы жерден қайтып кете салайын. Бірақ болмайды. Бұндай шанс күніге келе бермейді ғой маған. Маған қалай болған өзінде де алтынды табу керек қой. Алтынды тауып қайтам. Алтынды таппаймын, қайтпаймын. Табам мен алтынды. Не білдірдіңіз бай? Жоқ, бірақ берді алмайын жар. Қайыршы. Жоқ, бияқты емес жар. Айнақ. Бірақ шкаптардың ішіне салмайын жаршылы, я? Пайды бияқта жоқ. Сондай бір елес көрмейін ба? Елестердің бәрін мен керек деп қашып кеткен ғой. Ой, қорқыттым ғой. Так, түсіндір ма не істеу керегін? Ал бұлар бұл жерге кірмей кетіп қалса ше? Вот, сол үшін біздің қуыршақпен алдып шақырамыз. Ал бұлар бұдан қорқып қашып кетсе ше? Қашпайды, потому что Мерей ондай заттарға сенбейді. Және оны көру үшін, ол тексеру үшін еріп келеді. Болды, главное ішке кірген соң не істеу керегін ұмытпаңдар. Жарайды, заттар дайын ба? Қызық болайын тұр. Қалғандар не істеп жатыр екен? Осында келгенше үйде бір пайдалы затпен айналысу керек еді. Я, екеуміз қаласамаппыз, я? Бармаймыз десек ертең ренжіп ойынға қоспай жүрейін деп тұр еді ғой. Я, олда бар газ охранник ағай көріп қойса, мамаларымыз қайтып бәріміз қырылайын деп тұр ғой. Я, көрінбеу керек. Кеттік, тез етіп жүрейікші. Кеттік. Үнжу, кетті ма? Көрші. Я, кеткен сияқты. Сауқанымызды қорқып кетті ғой. Не істейміз? Охранник ағай оянып кетті. Негізі менің ойымша басқаларын тауып алып ескертуіміз керек сияқты. Сен қуасың ба? Басқаларын тауып алса біздің де келгенімізді біліп қояды ол. Жоқ, одан да тездетіп қалғандарын іздеп тауып алайық. Мен ең алдына қарап жүрмін, маған қарап отырыңдар. Белгі беріп отырамын. Ешкім жоқ па не? Мына жақ жаман қорқынышты ғой. Бұлай отыра беруге болмайды. Бір жерге барып тығылу керек. Мына жақта ешкім жоқ сияқты ғой. Қараңғы ғой, істесем екен, нем дос шығып жатыр. Мерей, анау не? Кәні? Анау қуыршақ па? Иә.
Қорқынышты екен, я? Өй, несі қорқынышты? Әшейін біреудің қоршағы ғой. Тірі қоршақ па? Тірі қоршақ деген болмайды ғой. Жүрші кеттік не екенін көрейік. Может, бармай қоямыз, а? Өй, сен де бастадың ба? Кеттік бірінші көрейік та не екенін. Тарт. Неге жатыр? Өлі данар, кетік бамыстың. Ой. Осы жаққа кірді ғой, я? Я, осы жаққа кірді. Ешкім жоқ қой. Шыға берейік. Бір дауыс шығып жатыр. Кім бар? Шығыңдар! Мама, Мерей, не істейміз? Мама, Мерей! Қаштық. Тезірдің ручкасы. Кім бар? Қашы бай. Жапса бермен, жүрші. Не осы ма? Не үшін тығылып тұрып жатырмыз? Потому что призрактар камерадан қорқады. Ойланатын зат екен, я? Сол үшін тыныш, біздің үніміз шықпау керек. Еш қайсысы көрінбейді ғой. Барлығы қайықта. Не дауыс шығып жатыр? Біреудің дауыс шығып жатыр ғой ана жақта. Қорқынышты болмады ғой. Мама қанша рет ұрсып еді, қанша рет. Жама видеолар көрмеді. Бекет, сен Бекет, айтпаған екен ғой. Бәріне өзің кінәлі, бәріне. Тыңдамай сөз қайтарғаным үшін. Кешірші. Қалай қайтам мен, мама? Енді келмеймін да, көрмеймін да, жоламаймын да. Бәрі мен тастап кетті. Мерейдің түрін көріңдер ма? Мерей қорқады деп ойламаппын ше. Айка, кеттік. Сезесіп заттар жинап тағы оқытайық. Давай. Не болып кетті? Тым түсінбедім. Мен де жүрек мұшып кете жаздады ғой. Тыныш жүндеш болды. Сымбат, призрактар камераның жарығынан же қашып кетпей ма? Қашып кеткен болса да бола береді ғой, я? Я да, киноларда солай жасайды ғой. Жүндеш болды.
Кімді қорқытамыз енді? Білмеймін, шыққан адам қорқыта береміз. Ема, ұрғаны. Қумарсың, ұр екенін неғып сразу біліп қоя бересің? Мен жүрегім сезеді. Қой, ұр емес сияқты ғой ол. Жүр болмаса өзің сұра. Давай кеттік. Ха, мұндасыңдар ма? Қайдасыңдар ау? Қадет қоған бар? Ана жақта не болып жатыр? Кеттік, жағынан барып көрейік та. Болды, барлық класты суретке түсіріп болдық. Енді кеттік, бір жерге отырып көреміз. Да жоқ. Даяна? Мама, Не қосым жері? Адам жан алдың ғой? Бекжан, ана жақта жаман дауыстар шығып жатыр. Қумашы, жіберші анды. Қорқам мен. Мама, әлі сене алар емеспін. Тоқташ, кімнің дауысы? Таныс дауысы. Біздің Бағдардың дауысы сияқты. Кеттік көрейік. Я, кеттік. Даяна, қосым бе, жіберші анды, Даяна. Қытан келатыр, Даяна. Аяқты біреу жатын жақта. Басын шыққы заманың ба сразу? Қайтайық болды. Таң атады, скоро уже. Я, кеттік. Кәні? Призрак! Кәні? Мама, айттым ғой сендерге призрак бар деп. Мен де айттым ғой сол кезде. Бә, қыздар, мен қорқайын дедім. Может, қайта береміз? Неден қорқасың? Айшын өзіміздің мектептің призрагы ғой? Бә, баласы, пожалуйста. Ондай көздермен қарамаш маған. Жарайды, жүріңдер онда қайтайық. Осы активиз алып бір көрем ала. Сөйтіп шумға шығып кетті. Анау біздің қыздарды ұрып жатыр ғой? Енді не істейміз?
Да, тезіп қашайық. Қуасың ба? Көмектесейік та. Кеттік, Жания. Мен демане. Жоқ, қыздар. Мен нәзік жанды қыздарды жіберіп қойып қарап отырмайды екенмін. Сендер осында отырыңдар. Мен сендерді қорғайын. Призрактардың бәрі бүгін той айтып қалған ба? Ана кім одан ше? Самға таған тойын ұтқан сияқты бәрі. Бірден көрген жоқпын бүгін. Біз әсе екеуміз көрдік. Қойы? Қай жерден? Мә, мен не көрмей қалдым мен? О, Бекжан, қыздар келе жатыр. О, Бекжандар келе жатыр. Өу, сен! Шығасың ба розын арас? Ешің болып жатыр ма жерде? Не істеп жүрсіңдер? Кім кіргізсеңдер? Ағай, мектепте ұры жүр, ұры. Қандай ұры? Келе. Кімсің сен? Кім? Не істеп жүрсің сен мұнда? Башы. А? Анан қарасаңдаршы. Қашты! Кімнен қашып келе жатыр? Елес. Ой, елес деген ес, қашты. Тупик! Есік жабық! Свет жағып өрік, сен де қорқып кетуі мүмкін. Мына светтен жоқ болмады ғой, әлі келе жатыр ғой. Балалар? Балалардың бәрі қайқа кетіп қойған? Тугесқа кіріп көрші, қазір қайықта екен. Мыналар мектепке кетіп қойған ғой. Мектепке кетіп қойған несі? Көрсетейін сендерге. Адам екен ғой. Жіберші. Жібермеймін. Сен не ұрлайын деп жүрсің мектептен? Не қыласың сен оны? Қалай не қыласың? Беконай. Не істеп жүрсің мектепте? Сендер мектепке алтын тық қойыпсыңдар ғой? Қандай алтын? Өтірік білмегендей болмашы. Директор айтты ғой саған. Ана алтын дұрыстау жерге тық қойды. Соны естіп қойдым мен. Ақымақ, ол ана алтын белгі бітіретін оқушылардың портреті ғой, портреті. Дуалға іліп қоятын жабыстырып. Солай шын алтын жоқ па не? Жоқ шын алтын. Алтын болсын, Мальдив аралдарына демал, еп жатпайын ба? Аяқ қолым соза, еп демал. Қатырасың Беконай. Балалар, сендер бүгін қиын жағдайларға тап болуларың мүмкін еді ғой, білесіңдер ма? Сендер анау интернеттегі ужастик киноларды көріп аласыңдар да, сол нәрсені қайталағыларың келіп тұрады. Қайталап істегілерің келеді. Болмайды ғой олай. Ал шынымен де елес бар болса ше? Шынымен елес боқпаса, дәл қазір. Не істейтін едіңдер ал? Ойландыңдар ма соны?
Ағай, осының бәрін бастаған Бекжан, бұның бәріне Бекжан кінәлі. Жарайды. Кім кінәлі болса да, келесіде ондай нәрсені қайталамаңдар, хорошо? Болды енді балалар, қазір қайтайық үйге, жүріңдер. Ей, тоқсаңдар, кім жіберді сендерді? Мектепке кіреді екесіңдер рұқсатсыз. Айқай-шу жасап, мектептің бастарына көтереді екесіңдер. Ертең сендер завучқа кіргізем. Не ағай, ертең мына жерде оқыс оқиға болғанда мен басымен кететін едім. Ағай, балалар енді қателікпен, білместікпен жасап қойыпты. Жоқ, кешіре алмаймын. Бір кешіріңізді беріңіз енді. Бекер келімше. Мама өлдіретін болды ғой. Олардың ата-анасы маған жауапкершілікпен сені тапсырып отыр. Сіз біздіп сыйласып, сүзсікпен келсектен бір кешірім. Біріншісі және соңғысы болсын. Екінші рет қайталанса кешірмеймін. Сөйтсеңізші. Риза болдым. Жақсы, аман болды. Тезірек қайтыңдар, полиция келе жатыр, көрінбей. Сразу шығып кету керек едіңдер да бағана. Даяна, тұра ғой. Даяна, қызым, тұра ғой. Қайырлы таң, анашым. Қайырлы таң, қызым. Қалай ұйықтап тұрдың? Күшті түс көрдім мен кеше. Себебі кеше түнде жаман қорқыныш видеолар мүлдем көрмедім. Оның орнына телефон тастап, күшті ойлар ойлап жаттым ғой. Өй жаным менім. Молодец, қызым. Анашым, мен сізді тыңдамай, сөз қайтардым. Сізді ренжіттім, кешіріңізші мені. Кешірем ғой жаным, кешірмегенде қайда барам? Ақылыңнан айналдым, соны түсінген. Киіміңді ауыстыр, тамақ ішеміз. Аха, қазір барам. And you're feeling low, all stressed out with no place to go. You need something to ease your troubled mind. Social media and sleepless nights. Стоп! Не істеп жатсыңдар? Не істеп жатсыңдар деймін? Қолас бұршақ ойнап жатырмыз ғой. Елеспен ойнаған күшті екен ғой, ә? Мен елес болам. Spoonful, just a spoonful a day. Spoonful, the doctor says it's okay.